Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біздің зертханалық жұмысымыз құрылысты нормативтік техникалық қамтамасыз ету пәнінен зертханалық жұмыстың атауы ауыр бетон құрамын анықтаудың есептік тәжірибелік әдісі. Осы әдісті қолданып, біздер ауыр бетон құрамын қалай анықтаймыз? Соны үйренеміз. Жұмыстың мақсаты бірінші, біздер есептік тәжірибелік әдіспен танысамыз. Содан соң ауыр бетон құрамын таңдауды үйренеміз. Содан соң зертханалық есептеулер мен тәжірибелер дағдыларын бекітеміз. Жұмыстың орындау реті неден бастаймыз? Бірінші, бетон үшін бастапқы материалдардың сипаттамаларын таңдаймыз және анықтаймыз. Одан соң бетон құрамын есептейміз. Есептеп болғасын бетон қоспасын дайындаймыз және оны төселгіштігін анықтаймыз. Оны анықтағаннан кейін бетон қоспасының тығыздығын анықтаймыз. Бетонның стандартты үлгілерін дайындаймыз. Сосын барып, бетонның сығуға беріктік шегін анықтаймыз. Осы біздің жұмыстың орындау реті осындай болады. Мемлекеттік стандарт бойынша 27006-2019 жылғы бетонный правила подбора состава. Осы мемлекеттік стандартқа біздер қарап, бетонның құрамын қалай анықтайтын үйренеміз. Бетон дегеніміз не? Бетон деген ол жасанды құрылыс материал. Оның құрамына су қосылған, байланыстырғыш заттар, цемент, және толтырғыштар, ірі толтырғыш, шебен, ұсақ толтырғыш, құм, солар рационалды таңдалған әрі тығыздалған қоспаның қату нәтижесінде алынатын құрылыс материал. Осы бетон деп аталады. Бетон ол әбден сол бетон қоспасы қатқан түрін айтады. Қатпай түрінде ол бетон қоспасы деп айтады. Бетонның құрамына кіретін ең жиі қолданатын бұл цемент байланыстырғыш болады бізде. Құм, песок дейміз да, шебен, су. Су мына химиялық реакция жүргізу үшін қажет. Цемент құм мен шебеннің түйіршіктерін байланыстырады бір-бірімен. Осы бетонның ең маңызды, ең негізгі компоненттері болып табылады. Ал оны анықтау үшін не істеу керек? Жалпы бетонның технологиялық көрсеткішіне жататын ол төсемделгіш. Сіздер бәріңіз де білесіздер, да? Құрылыста бізде монолитті құрылыс жүріп жатыр. Не істейді монолитті құрылыс дегеніміз? Құрылыс алаңында үй тұрғызады, да? Оған дейтін, мысалы, колонна салу үшін бірінші қалыпты қондырады, ішіне арматура орнатылады. Сосын барып, автобетонный смеситель шақыртады. Сол автобетонный смеситель бетон қоспасын немен насоспен айдап құяды. Сол қалыптарға құйып шығады. Мына бетон қоспасы жылжымалы болу үшін бұның технологиялық көрсеткіші мына төсемделгішке қарайды. Заказчик заказ береді. Мына бетон қоспасын дайындау заводтарға, мекемелерге осындай тапсырма береді. Жоғары қабаттарға құю үшін не керек дейді? Бетон қоспасы жайылатын болу керек, жеңіл көтерілетін болу керек. Егер де бұл дейтін қатты болса, ол көтерілмейді, насос оны дейтін айдалмайды. Үлкен, мысалы, 14-ші қабат, 10-ші қабат болсын, оған айдалмайды. Сондықтан біздің заказчик бергенде, тапсырма бергенде, олар көбінесе жайылатын бетон қоспасын сұрайды. Ал төсемделгіштік деген бұл бетон қоспасының қалыпқа толық толтырып, қабатталусыз, тығыздалуға және бір текті құрылым түзуге қабілеттілігі. Оның ішінде төсемделгіш деген өзінің сөзді айтады, да? Әр қуысты
толтыру керек. Ешқандай ішінде ауа болмау керек. Солай түзеліп, төселіп жайылу керек бүкіл қалыпқа. Мына көрсеткіш бойынша осы суретті қарасаңыздар, жесткая смесь деп орысша жазылып тұр, ол қатты қоспа. Бұл қатты қоспаның шөгуі нөлге тең. Неге десеңіз, мына қасында бірінші тұрған конус, бұның биіктігі 300 мм, жоғары жағындағы диаметрі 100 мм, төмендегі диаметрі 200 мм. Бұл стандартты конус. Сол арқылы біздер төсемділгіштікті анықтаймыз. Егерде мына қатты қоспа болса, бұл менің конустың шөгуі нөлге тең болады. Конустың биіктігімен бірдей болып отырмайды. Ешқандай шөгінді жоқ. Ал егерде бізде қозғалмалы болса, жай қозғалмалы болса, бұның конустың шөгуі 10 мен 50 мм аралығында болады. Ары қарай қозғалмалы қоспамыз бізде 60 пен 140 мм аралығында болады. Сосын ең жайылатын сұранысқа көп бұл 150 мм-ден жоғары конустың шөгуі. Орысша айтқанда литай смесь. Сосын мына 60-100. Ең соңғысы мына 150 мм-ден жоғары конустың шөгуі, бұл сұранысқа көп. Әсіресе көп қабатты үйлерге осындай қоспа сұратады. Біздер осындай қоспаны зауытта дайындап беруіміз керекпіз. Алдымен бетонның параметрлерін бастапқы енгізілген сипаттамаларға сәйкес анықтау. Біздерге мысалы үлгі ретінде қарайық. Заказчик біздерге бетон қоспасының қозғалмалылығы P3, яғни конустың шөгуі 10-15 аралығында болу керек деп тапсырма беріп тұр. Бетонның жобалық беріктігін 25 мегапаскаль деп бізге осындай бетон дайындап беріңіз деп тапсырма берді заказчигіміз. Біздер не істейміз? Осыған сай біздер бетон қоспасын дайындауымыз керекпіз. Материалдардың шығынын анықтауымыз керекпіз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біздер цемент құрамын, цементтің қасиеттерін бірінші жазып аламыз. Бұл алдыңғы зертханалық жұмыстарда біздер анықтадық. Міне, РОЦ деген цементтің маркасы 45 мегапаскаль. Төмендегі РОН дегеніміз ол үйінді тығыздық 1128 килограмм метр кубке тең. Сосын шынайы тығыздық РОИ деген истинная плотность, шынайы тығыздық 3100 килограмм метр куб. Оны біздер лабораториялық, зертханалық жұмысымызда анықтадық. Бұл цементтің бастапқы сипаттамалары. Келесі құмның сипаттамасы. Біздер құмның түйіршік құрамын анықтау үшін мына модуль, құмның ірілік модулін анықтау үшін електерден өткіздік. Електерден өткізген ірілік модуліміз 2,2-ге тең болып шықты. Бұлда да алдыңғы зертханалық жұмыстарында біздер оны анықтадық. Төменде тұрған РОН, бұл үйінді тығыздығымыз, біздер анықтау бойынша 1516 килограмм метр кубке тең болды. Шынайы тығыздық құмның 2580 килограмм метр кубке тең болды. Содан соң ірі толтырғыш щебень, бұның үйінді тығыздығы 1516 килограмм метр кубке, шынайы тығызды 2650 килограмм метр кубіне. Сосын қуыстығы 48%, пустотность дейміз орысша. Енді осы біздер бастапқы материалдардың сипаттамаларын анықтады. Енді қандай әдісті қолданамыз? Бетон құрамын, материалдардың компоненттерінің құрамын анықтау үшін біздер абсолютті көлем әдісін пайдаланамыз. Бұл бетон қоспасының әр компонентінің нақты
шығынын анықтайды. Қаншама көлем керек бізге. Бұл бетон қоспасының құрамын есептеу әдісі. Онда әр компоненттің нақты көлемі, тұтқыр, толтырғыш, су және тағы басқа материалдардың тығыздығымен, сосын қоспадағы ауа тығыздығын ескере отырып, бетонның берілген көлемін алу үшін анықталады. Енді формуланы қарайық. Біздің формуламыз есептейтін осы. Бірінші тұрған су, мұнда орысша жазылып тұр, вода. Судың салмағын судың тығыздығына бөлеміз. Судың тығыздығы бәріңіз де білесіздер, 1000-ға тең. Содан соң құмның шығынын оның тығыздығына бөлеміз. Сосын шебеннің салмағын анықтаған біздер неге тығыздығына, шебеннің тығыздығына бөлеміз. Қосамыз цементтің салмағы, өзінің сол цементтің тығыздығына бөлеміз. Осының 4 материалдың қосындысы 1000-ға тең болу керек. Осы формула бойынша біздер анықтауды бастаймыз. Абсолютті көлем әдісі деген осы. Ең бірінші анықтайтынымыз су мен цементтің қатынасы. В бөлінген С тең болады А көбейтілген РЦ, төменде жақшаның ішінде РБ қосу 0,5 АРЦ. Мұнда А деген бұл тас материалдарының сапасына байланысты коэффициенті. Бұл әртүрлі болады. Бұл материалдың сапасына байланысты. Мысалы, А 0,65 егерде біздің материал сапалы, жоғары сапалы болса, сол коэффициентті таңдаймыз. Ал қарапайым материал үшін біздер 0,6-ны пайдаланамыз. Егерде сапасы төмен материал түссе, онда біздер коэффициенті 0,55 деп аламыз. Қазіргі біздің есебімізде, лабораториялық жұмысқа біздер қарапайым, сол орташа белгіні аламыз. 0,6 коэффициентті аламыз. РЦ дегеніміз бұл цементтің маркасы, 45 мегапаскаль. РБ деген беріктік шегі, бетонның бізге берілген 25 деп тапсырушы берді о заказчик. 25-ке тең болады. Осы әріптердің орнына сандарды қоямыз. Төменде қараңыздар, бізде су мен цементтің қатынасы 0,7 болып шықты есеп бойынша. Енді ары қарай 6-шы кестені пайдаланып, бұл да мемлекеттік стандартта бар. Біздер мына көлденең тұрған гравий емес, бізде шебен қалған. Шебеннің ең ірі түйіршігі 20 мм-ге тең болғандықтан, біздер сол 20 мм-ден бастап тігінен қызыл линиямызды түсіреміз. Сосын мына көлденең қараңыздар, P3 деп бізге заказчиктің берген тапсырмасы да конустың шөгіні 10 мен 15 см аралығында болу керек. Біздер қызыл линиямызды жалғастырамыз. Мына қиылысында бізге судың қандай расходы керек екен, осы таблица арқылы анықтаймыз. Ол 215-ті көрсетіп тұр қиылысында. Судың несін анықтады, қаншама керек екен, енді осы цементтің шығынын анықтаймыз. Ол үшін судың орнына мана 215-ті қоямыз, сосын су мен цементтің қатынасының орнына 0,7-ні қоямыз. Сонда біздер есептегенде бізде цементтің салмағы 307 килограмм табылды, болып шықты. Бұл талапқа сай ма жоқ па? Оны да қараймыз. Стандарт бойынша ең ірі қиыршық тасымыз, шебеніміз 20 мм-ге тең болған жағдайда, ең төменгі цементтің салмағы 240 килограммнан төмен болмау керек. Бізде одан жоғары 307 болып шықты да. Яғни бұл талап орындалып тұр. Осылай қалдырамыз. 307 бізде қалады. Ары қарай қиыршық тас шебеніміз осы формула арқылы анықталады. Мында дейтін бізге белгілі қуыстылығы бар, 48% қоямыз. Сосын шебеннің үйінді тығыздығы бар. Үйінді тығыздығы және де шынайы тығыздығы бәрін біздер ең басында белгілеп алдық та. Енді мына коэффициент альфа дегеніміз. Бұл не коэффициент? Бұл түйірдің жылжу коэффициенті.
Ол коэффициентті біздер мына 8-ші кестеден таңдап аламыз. Қараймыз. Бізде су мен цементтің қатынасы 0,7-ге тең. Сосын тігінен қызыл линиямызды сызып, ары қарай цементтің шығыны бізде 307 болды ғой, сол 300-ден көлденең қызыл линиямызды сызып, мына қиылысында 1,42 коэффициентіміз табылып тұр. Егерде цементтің шығыны 330 немесе 340 болып жатса, онда интерполяция арқылы бұл коэффициентті табамыз. А бізде 307 болғасын, мына 300-ге тең деп аламыз. 1,42 деп коэффициент альфаны аламыз да, мына формулаға қойып есептеп шығамыз. Шебеннің қиыршық тастың шығыны 1 кубометрге 1209 килограмм болып шықты. Есептедік, таптық. Ары қарай, енді құмның салмағын табамыз. Бұл үшін мана абсолютті әдіспен табатын формуланы пайдаланып, осыдан құмның формуласын шығарамыз. Нешеге тең болады? Бірінші жазып аламыз. Енді мұнда біздер цемент шығын, су, шебен шығын бәрін анықтап алдық. Төмендегі тығыздығы бізге бәрі белгілі. Тек сандарды қойып шығу қалды. Сандардың бәрін қойып шығып, есептеп шыққанда бізде мына құмның салмағы 593 килограмм шықты, есептеліп шықтық. Анықтадық. Құм бұл ұсақ толтырғыш, шебен ірі толтырғыш. Оның бәрін біздер анықтадық. Енді анықтаған материалдар бойынша біздер осындай құралдарды пайдаланып, аспаптарды пайдаланып, форма конус, сфералық чашка, скребок, штыковка, сосын материал, 4 негізгі материалымыз ол цемент, құм, шебен, су. Соны пайдаланып, біздер қоспаны дайындаймыз. Мына бетон қоспасының құрамын біздер есептеп болдық қой, есептеп. Ол 1 кубометр бетонға арналған. Бірақ лабораториялық жағдайда біздер оны азайтып шығарамыз. 7 литрге есептейміз. 7 литрге есептегенде бұл, мысалы, цемент 2,15, шебен 8,46, құм 4,15, сосын су 1,5 шығын, соны материалдардың шығынын осыларды аламыз. Алдын ала біздер шебенді ұсақ түйіршігін алып тастау үшін електерден өткіземіз. Електерден өткізіп, жоғарыда сфералық ыдысымызға саламыз шебенді. Содан соң құмды ірі, құмның түйіршік ірілігі 5-тен жоғары болмасын деп, оны да електерден өткіземіз. Електерден өткізіп болғасын, екеуін араластырамыз, шебен мен құмды. Содан соң біздер ары қарай цемент саламыз. Цемент қосамыз. Цемент қосқаннан кейін су құямыз. Су құйғаннан кейін біздің қоспамыз дайын болады. Сол қоспаны дайындалып болғасын, біздер стандартты конусты толтырамыз бетон қоспасымен. Бірінші жартылай 3 бөліп толтырамыз. 3-тен бірінші бөлігін толтырамыз, бірінші саламыз, сосын біздер штыковкамен кем дегенде 15 рет штыковать етеміз. Сосын 3-тен 2 бөлігін толтырамыз, тағы да штыковать етеміз. Ең соңында әбден толтырамыз, сосын бетін тегістейміз. Ана воронкасын алып тастап, бетін тегістейміз де, конустың өзін тігінен былай жоғары қарай көтереміз де, қасына қоямыз. Мына суретте көрсетіліп тұр. Қасына қойғанда бұның мына бетон қоспасының шөгіндісін анықтаймыз. Оны қалай анықтаймыз? Ол үшін біздер 2 линейка аламыз. Біреуін көлденен қоямыз, сосын тігінен екінші линейканы қойып, сол неше сантиметр болғанын мына жерден қараймыз. Бізде бұл шыққан результатымыз, нәтижеміз 4 сантиметр. 4 сантиметр, естеріңізде болса, бұл дейтін заказчиктің талапына сай емес. Заказчик бізге 10-15 миллиметр болу керек деді шөгіні, конустың шөгіні. 4 сантиметр. Не істеуіміз керекпіз? Біздер қайтып қоспаны сфералық ыдысымызға салып,
50 мм су қосамыз. Сосын қайтып осы конусты толтырып, 3 бөліп толтырамыз да, қайтып өлшейміз мына шөгіндісін. Шөгінген несін. Қаншалықты ол отырды, азайды биіктігі. Соны егерде әлі қою болып тұрса, әлі 10-ға жетпесе, біздер тағы да 50 мл су құйып, тағы да өткіземіз. Осы әдісті тағы қайталаймыз. Енді бізде екінші рет, үшінші рет жасағанда конустың шөгіндісі 10 сантиметрге тең болды. Мына заказчиктің сол талабына сай болып шықты. Осы қоспаны ары қарай осы қоспамен жұмыс жасаймыз. Бірінші несі талабы орындалды. Енді бетонның қоспасының тығыздығын есептейміз. Ауыр бетонның тығыздығы 2000-2500 аралығында болу керек. Енді біздің қоспамыз қандай болып шықты? Соның тығыздығын анықтау үшін мына цилиндрлік 1 литрлік цилиндрді пайдаланамыз. Соны қоспамен толтырамыз, бетін тегістейміз және таразыға қойып өлшейміз. Өлшегенде 2352 грамм көрсетеді таразы. Бұны килограммға айналдырғанда 2352 килограмм кубометрге, метр кубке бөлінген тығыздық болып шықты. Яғни бұл дейтін талапқа сай 2000-2000 жарымның аралығында біздің тығыздығымыз болып шықты. Тығыздығын анықтадық бетон қоспасының. Келесі жұмысымыз біздер куб текше пішінін құрастырамыз. Бірінші, сосын оның ішін майлаймыз. Ары қарай бұны жартылай толтырамыз. Сосын мынандай дірілдеткіш столымыз бар, соған дірілдетеміз. Жартылай форманы толтырып. Не үшін дірілдетеміз? Ауасы шығу үшін, сосын тығыздалу үшін. Жақсы тығыздалу керек, ешқандай бос қуыс қалмау керек. Ауаның бәрі шығу керек. Содан соң біздер толық оны толтырамыз. Осы пішінді толықтай толтырамыз, қайтып дірілдеткішке қоямыз. Мінекей, ауалары шығып жатыр. Ауалары шығып болғасын, біздер оны 28 күнге қойып қоямыз, қату үшін, өзінің беріктігін алу үшін. 28 күн өткесін біздер оны пресс арқылы беріктік шегін анықтаймыз. Ол үшін біздер 4 үлгі дайындадық. 4 үлгінің салмағын өлшеп алдық бірінші. Сосын барып 4 осы кубикті бәрін пресстен өткіздік. Мына суретте, төмендегі суретте көрсетілгендей. Бұның 4 кубтың орташа беріктік шегі 28,5 мегапаскаль болып шықты. Бұл да біздің заказчиктің талабына сай болады, себебі оның талабы 25 мегапаскальға тең болу керек болды. Бізде сәл жоғарылау болды. Бірақ сонда да жақсы орындалды. Енді осы жұмысты толықтай меңгеру үшін тақырыпты өзін дайындауға арналған сұрақтарға жауап беріңіздер жазбаша дәптерге. Түсінбеген жағдайда келіп сабаққа қатысып сұрап анықтауыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.